Түлкі мен ешкі қазақ халқының ертегісі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең құдыққа түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, су іздеп жүрген ешкі әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. «Ей, түлкі батыр, неғып тұрсың?» дейді. «Ой, не қыласың? Жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықта бөліп едім. Құдықтың іші салқын, әрі түбінде топ-тұнық суы бар екен» дейді түлкі. Мұны естіген ешкі, «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп ойлап, секіріп құдыққа түсіпті. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, онан мүйізіне табанын тірепті де арғып далаға шығып жөніне кетіпті. «Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар» деген сөз осыдан қалды.